Сәлем достар, менің есімім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай сөмкеге арналған ремень тоқып үйренетін боламыз. Дәл осы тоқу үлгісімен кез келген сөмкеге ремень тоқсаңыздар болады. Менде бұл ремень шнур жібімен тоқылған, сіздер кез келген жіппен тоқсаңыздар болады. Трикотаж жібінен де тоқуға болады. Бізде ременьнің тоқылуы өте оңай. Бірден тоқып кетуге болады. Сіздерге барынша түсінікті етіп түсіндіруге тырысатын боламын. Достар, видеоны қарамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы видеолар бөлісіп отыратын боламын. Бізге ремень тоқу үшін жіп қажет. Кез келген жіпті пайдалансаңыздар болады. Мен шнур жібін пайдаланамын. Бұл ременьді трикотаж жібімен тоқсаңыздар да болады. Және бізге қайшы қажет? Ілмек. Менде ілмектің номері 3,5 осы жіпке келетін. Бізге осында 2 карабин қажет. Ең алдымен жібімізді алып аламыз. Жіпті алған кезде менде жұмыс жібі оң бетінде тұр, ал қысқа жіп мінекей осындай шамада алып алдым. Бұл менде сол жағымда тұр. Бізде қазір ең алдымен осы қысқа жіппен жұмыс жасап, біз карабинге тоқып алатын боламыз. Сондықтан бізге шамалы осындай көп мөлшерде қысқа жіпті алып алуымыз керек. Жібімізді алып, ілмекке бір рет орап аламыз. Осылай ораған кезде біздің жұмыс жібіміз сол жаққа, қысқа жібіміз оң жаққа ауысатын болады. Енді дәл осы жерден карабинді аламыз. Достар, қараңыздар, мына менде жұмыс жібі сол жақта тұрған. Біз қазір қысқа жіппен жұмыс жасаған кезде осы сол жұмыс жібіміз біздің бірге тоқылып, мына карабинмен бірге тоқылып кету керек. Осылай ұстап тұрамыз. Қысқа жіпті аламын. Мінекей мында қысқа жіп. Осыны карабин астына шығарып аламыз. Шығарып алдым. Енді қысқа жіпті алып, ілмектің үстіне осылай ораймыз. Орап, карабиннің астынан шығарып аламыз. Осы кезде қараңыздар, карабиннің астынан шығарған кезде мен жұмыс жіптің астынан жіпті шығарып алып отырмын. Тағы да қайталаймыз. Ілмекке ораймыз. 2 жасап аламыз осы жерде. Енді карабиннің астынан өткіземіз. Тағы да жасаймыз. Тағы жасаймыз, қараңыздар. Ілмектен үстінен аламыз. 2 жасап алып, карабиннің астынан өткіземіз. Дәл осылай етіп, осылай өздеріңіздің карабиндеріңіздің ось шетінде көлемі толғанға дейін тоқып шығатын боласыздар. Менде қазір 6 болды. Мен соңғысы 7-ін жасайым. Орады, мінекей. Жасалды. Астына шығарып аламыз. Жұмыс жібі міндетті түрде достар астында қалып, осы бетке қарай ауысу керек бізде. Менде барлығы, қараңыздар, ілмекте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 жіп қалды. Енді осымен бізде болды. Карабинде менде жіптер толды. Енді жұмыс жібімен қысқа жіпті бірдей осы тоқылғандардың астынан өткізу керек. Менде қазір қарасаңыздар 2 жіп бірдей өте алмайды. Мен сондықтан бірінші қысқа жіпті алып өткізіп аламын астынан. Енді шығарып аламын. Шығарып алдым.
Мінекей достар, мен барлық 7 қатардан кішкентай жіпті өткізіп алдым. Енді дәл осы 7 жіптің астына ілмегімізді өткізіп, жұмыс жібін дәл осы жерден шығарып аламыз. Жұмыс жібін шығардық. Енді бізде қалған қатардың барлығы осы жұмыс жібімен тоқылатын болады. Қараңыздар, бізде 7 қатар, әр осы 7 қатардың ортасынан біз жұмыс жіптерін шығарып отырып тоқып шығатын боламыз. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Ілмекте бір жібіміз бар. Енді әрбір қатардың ортасына бірінші қатардан жұмыс жібін шығарып аламын. Тартамыз. Тартқан кезде біздің ұзын жібіміз тартылып осы жерден шығатын болады. Келесі қатардан да дәл осылай етіп шығарып аламыз. Келесі қатардан тағы да. Келесі. Менде барлығы 7 қатар болды. Осы 7 қатардың барлығынан осылай орталарынан жұмыс жібін шығарып аламын. Менде жұмыс жіптерім шығарылды. Енді ілмекке бір жіпті орап аламыз. Осы оралған жібімізді осы жетеуінің астынан шығарып аламыз. Шығарылды. Бізде осымен қараңыздар, бірінші қатар тоқылып шықты. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет көрсетемін. Қараңыздар, міне ілмекте бір жібіміз тұр. Енді әрбір қатардың ортасынан жұмыс жібін шығарып аламыз. Бізде жұмыс жіптері өте оңай шығарылады. Сіздерге түсінікті болу үшін мен қазір асықпай көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, әрқайсының ортасынан осылай жұмыс жіптерін шығарып аламыз. Шықты. 7 жіп менде ілмекте ілініп тұр. Енді 8-шін осылай ілмекке бір жіпті орап, соңғы ораған жібімізді осы жіптің барлығын астынан шығарамыз. Шығарылды. Бізде екінші қатар тоқылды, достар. Узорымыз шыға бастады, қараңыздар. Тағы бір рет сіздерге көрсетемін. Әрбір қатардың ортасынан шығарып алатын боламыз. Шығарып алдым. Енді 8-шін орап, дәл осы жетеуінің астынан өткіземіз. Өткізілді. Достар, қараңыздар, бізде алдыңғы бөлігі де, артқы бөлігі де дәл осы узормен шығатын болады. Енді қалған қатардың барлығын өзіміз осылай тоқып шығатын боламыз. Яғни сіз ременіңіздің ұзындығын қанша болғанын қалайсыз, сол шамада осымен осылай тоқып ұзынабой кете беретін боласыздар. Мен барлығы 90 см болатындай етіп тоқимын. Және достар, соңында екінші карабинді бірге жалғайтын боламыз. Мінекей достар, мен өзіме керек қатардың барлығын тоқып шықтым. Енді біз дәл осы жерге алдын басындағыдай етіп карабинді қондыратын боламыз. Ол үшін жібімізді алып, жұмыс жібінен осылай азырақ көлемде қалдырып, қырқып аламыз қайшымен. Қырқып алдым. Енді жіпті тартып шығарамыз.
шығардым. Карабинімізді аламыз. Дәл осы жерге міне қараңыздар. Астынан өткізіп аламыз. Неге жіпті өткізіп алдым карабиннен. Енді мына бізде бірінші қатар тұр. Әрбір қатар тұр. Осының бірінші қатарынан мына жібімізді шығарып аламыз. Енді дәл осылай етіп, тағы да карабинге ораймыз. Орап алдым. Енді мына келесі қатардың астынан, келесі қатардағы жіптің астынан шығарамыз. Дәл осылай етіп тағы да ораймыз. Келесі қатардың астынан шығарамыз. Мінекей үшіншісіне шығарып жатырмын. Мінекей бізде қонып жатыр. Дәл осылай етіп, төртеуден де осылай айналдырып өткізіп шығамыз достар. Мінекей мен соңғысынан өткізіп жатырмын. Мінекей достар, бізде ремейіміздің екінші бөлігі карабинге қондырылды. Біркелкі әдемі болып шықты. Енді біз жіпті бірнеше жерге жасырып, қалған бөлігін қиып алатын боламыз. Қараңыздар, келесі қатарға мына бізде мына жерден жіп шығып тұр. Дәл осы қатарға емес, келесі қатарлардың астынан алып, жіпті жасырып аламыз. Қалған бөліктеріне кіргізіп шығамыз. Келесі қатарға жасырамыз. Осылай бірнеше жерден жасырып аламыз достар. Мінекей достар, мен бірнеше жерге жіпті жасырып алдым. Енді қалған бөлігін қайшымен қырқып аламын. Егер осы жерде жіп осылай тарқатылып кетеді деп қорқатын болсаңыздар, оттықпен осы қиған жерлеріңізді бір тұтандырып алсаңыздар, осы жерде жіп қатып қалады, яғни шығып кетпейтін болады. Дәл осылай етіп достар, бізде бірінші карабиннің бас жағында да жіп болды.
Оны осылай жасырып аласыздар. Мен мінекей алдын ала жасырып алдым. Бізде екі бөлігі де мінекей былай қонды. Қараңыздаршы, мінекей біздің балымыз өте әдемі болып шықты. Достар, біздің осымен ременіміз дайын. Мінекей біздің ременіміз өте әдемі болып шықты. Сіздерге айтар тағы бір кеңесім, осы ремендеріңізді үтіктің барымен бір рет үтіктеп шықсаңыздар, ременіміз біркелкі нығыз болып шығатын болады. Мен әлі үтіктемедім. Ол үшін сіздер сүлгіні алып, сүлгінің үстіне осылай ремендеріңізді қойып, үстінен сүлгінің екінші бетін жауып, үтіктің парымен үтіктейтін боламыз. Достар, менің сіздерге видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы сабақтар бөлісіп отыратын боламын.